Баршаңызға сәлем, сіздермен мен Ұлпан. Бүгінгі сабақта ілмекпізбен осындай қазақи нақыштағы оюды тоқып үйренеміз. Бұл жерде менің тоқылып алынған өрнегім әлі жуылмаған және буланбаған, сол себепті шеттері осылай қайталып тұр. Мен осы шебер сабақты түсіре сап бірден сіздерге оюды таныстырып өтіп жатырмын. Қараңыздар, міне осындай әдемі екі түрлі түспен тоқылатын оюды тоқып үйренеміз. Оюды тоқу үшін кез келген жіпті ала бересіздер. Өздеріңізде қандай жіп бар, соны қолдана бересіздер. Менде осы Газал фирмасының, қараңыздар, хлопок жібі, яғни мақта, жартылай мақта. Мен құрамын айтып кетейін. 60% мақта, 40% акрил. Акрил ол синтетика. Бұл өте жақсы, сапалы жіптердің бірі. Маған қатты ұнайды. Мен біраз киімдер тоқыған болатынмын. Осы жіпті қолданамын және мен екі қабаттап тоқитын боламын. Бұл жерде қараңыздар, әр жіптің осы сыртында қандай инебіз және қандай ілмекпіз қолдануға болатыны көрсетілген. Және мына жерде өлшемдері де берілген. Бірақ енді бұл бізге қазір қажет емес. Ілмекпіз бұл жерде 2-3 мм жіпті, егер бір қабат тоқыса. Ал мен бұны екі қабаттап тоқып 4 мм ілмекпізді қолданамын. Екі түрлі түс, негізгі түс менде осы хаки түсінде, және оюдың өрнегінің түсі ақ түсте болады. Міне осы екі түсті қолданып мен оюды тоқып шықтым. Сіздер кез келген жіпті қолдана бересіздер. Этикеткасының сыртында қандай ілмекпіз ұсынады, соны алып қолдансаңыздар болады. Немесе өздеріңіз қай ілмекпізге сай деп ойлайсыздар, соны да алып қолданып көрсеңіздер болады. Міне оюдың кестесін көрсетіп кетейін. Қараңыздар, бізде 30 ілмектен, 30 петля деп белгілеп қойыппын. 30 ілмектен және 30 қатардан тұрады. Осындай төрт бұрышты бізде кескін, жаңа көрсетіп кеткендей. Оюдың өзі мына тұсында 30 ілмек. Шеткі ілмектерге бір ілмектен қосып 32 ілмек алып, теріп алып тоқитын боламыз. Оны қазір шеберлік сабақта көрсетемін. Қазір кесте жайлы толық таныстырып өтемін. Егер ілмекпізбен тоқуда тәжірибеңіз бар болса, кестеге қарап еш қиындықсыз тоқи алатын болсаңыз, бөлек осы кестені суретін қалдырып кететін боламын, соған қарап тоқи берсеңіз болады. Мына жерде менде қатар сандары белгіленген. Және ілмек саны осы жаңағы оюдың тоқылатын 30 ілмек саны, оны жаңа айтып өткенмін. Қараңыздар, мына тұста бізде, мына бос тұстар бізде негізгі түспен тоқылады, ал оюымыз міне X пен белгіленген. Ол мен ақ түсті қолданамын. Енді сіздер оңай болу үшін мына жердегі бос осы клеткаларды санап алсаңыздар болады. Мысалы, менде бұл жерде бірінші қатарда 14 бос осы клетка бар. Демек мен негізгі түспен 14 ілмек тоқимын. Қараңыздар, жасыл түспен 14 ілмек тоқимын. Одан кейінгі екі ілмекті ақ түспен, ары қарай 14 ілмек жасыл түспен тоқылады. Яғни екі беті симметриялық, бір-бірін қайталайды. Сіздер осылай белгілеп жазып алсаңыздар болады. Келесі қатарда менде 13 ілмек. Демек мен екінші қатарға 13 ілмек деп жазып қоямын. Осындай қарындашпен сіздер деп санап алдын ала белгілеп жазып қойсаңыздар болады. Одан кейінгі үшінші қатарда да 13 ілмек деген сияқты осылай өздеріңіз санап отырып жазып кетсеңіздер болады. Кейін егер өздеріңіз қарап тоқып жатсаңыздар, осы қажет болады сіздерге. Және осы аралықтарды да санап отырып жазып алсаңыздар болады. Енді өздеріңізге ыңғайлы, қалай ыңғайлы болады, солай кестені дайындап қойсаңыздар. Енді өздеріңіз тоқуға қалай ыңғайлы болады, кестені солай дайындап алып, ары қарай тоқи бересіздер. Және қосымша бір түсін айтуға ұмытып кетіппін. 14 ілмек және шеткі ілмекке бір ілмек қосамыз деп айтқан болатынмын. Және тағы бір маңызды тұсы, осы аралықта 14 ілмек болса, бізде шеткі ілмегіміз бар, бір ілмек яғни қосылады. Сол кезде барлығы 14 емес, 15 ілмек. Сол тұсынан шатаспаңыздар. Мына тұста да шеткі бір ілмегіміз бар. Демек 13 емес, 14 ілмек. Осылай түсінікті болатындай жазып аласыздар. Екі шетінде де бірдей шеткі ілмекке бір ілмектен қосылады. Міне. Ал құрметті ханымдар, сіздер сұрадыңыздар, мен сіздердің сұраныстарыңызды орындадым. Сол себепті маған рахмет ретінде арнамның дамуына да қол ұштарыңызды созып жіберулеріңізді сұраймын. Шеберлік сабақ егер пайдалы болса, саусақтарыңызды жоғары қойып, астына кез келген лебіз қалдырып кетсеңіздер, менде қуанып қалатын едім. Алға қарай менде басқа шеберлік сабақтар түсіруге деген шабытым ашылатын еді және арнамның дамуына да үлес қосатын едіңіздер. Баршаңызға рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыз.